Асқабақтың пайдасы қандай? Көпшіліктің көкейінде сұрақтарға жауап іздеп көрелік. Асқабақ көкөніс пе, жидек пе? Өте қызық. Асқабақ көкөністер қатарына жатпайды. Өйткені қауын, қарбы және асқабақ жидек саналады екен. Ал жидектің тағамды құнарлы мол екені баршаға белгілі. Сонымен асқабақ туралы не білеміз? Таңдағанда салмағы 3-5 келіге жететін асқабақты алған жөн. Мұндай салмақ асқабақ үшін қалыпты саналады. Сонымен қатар қабығы жұқа, ал ұлпасы қалың болады. Оның үстіне ұлпаның пайдасы өте зор, әрі дәні де құнарлы. Асқабақты жиі пайдалану ішек құрттардан құтылуға көмектеседі. Ер адамдардың денсаулығы үшін дәні өте пайдалы. Простатит секілді ауруларды емдеу үшін де қолданылады. Дәрумендер мен микроэлементтер. Асқабақ дәнінің тағы да қандай пайдасы бар? Асқабақ ұлпасында пайдалы дәрумендер мен микроэлементтердің көп мөлшері кездеседі. Мысалға, Е, Б, ПП дәрумендері кез келген жеміс-жидектерден табыласыз, ал К және Т дәрумендерін кездестіру өте қиын. К дәрумендерінің тобы қанның қоюланып қалмауын реттейді екен. Әлем диетологтары артық салмақпен күресетін адамдарға асқабақ жеуді ұсынады. Арықтау үшін бұл жидек таптырмайтын құрал. Өйткені асқабақта зат алмасуды жылдамдататын әрі ас қорытуды жақсартатын Т дәрумені бар екен. Сондықтан асқабақта ет тағамдарына арналған ең үздік гарнир деуге толық негіз бар. Асқабақ шырыны. Асқабақтан дайындалған шырынның пайдасы өте зор. Әсіресе қан азыққа қарсы керемет ем. Өйткені шырын құрамында темірдің мөлшері өте көп. Сондай-ақ асқабақ ұлпасында кальций мен калий өте көп. Каротин көлемі де асқабақта сәбізге қарағанда өте жоғары. Сол себепті көзі нашар көретін адамдарға асқабақ шырын ұсынуға болады. Асқабақ шырыны бүйрек, бауыр және қуық қалбыршағы үшін ем. Бұл үшін асқабақты шикілей жеген дұрыс. Егер ол дәмсіз көрінсе, қайнатып алыңыз. Айта кету керек, асқабақтың ұлпасында калий тұзы бар. Іші өтіп ауырғанда да асқабақ шырын ішуге болады. Балалар үшін. Емшектегі сәбилер үшін асқабақтың дәмді пюре дайындауға болады. Ал қызыл түстегі заттар балалардың аллергиясын қоздырады деп ойлаудың қажеті жоқ. Бұл дұрыс емес. Бұл жидек ешқашан аллергия шақырған емес. Сондықтан сәбилер үшін асқабақтың пайдалы әрі дәмді тағам. Асқабақ құрамында жасұнақ, А және пектинді заттар енеді. Асқабақтан пюре жасап қана қоймай, шырын берсеңіз де болады. Асқабақ шырыны сәбіз немесе алма шырынымен керемет үйлесім табады. Балғын асқабақтың дайындалған ботқа емді қасиеттерге бай, сондықтан тері ауруларын емдеуге көп пайдаланады. Жатар алдында балмен араласқан 1 стакан асқабақ шырыны ішсеңіз, ұйқыңыз тыныш болады.